Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы өте мол. Достар, лавр жапырағы адам ағзасына шынымен де пайдалы ма? Егер пайдалы болса, қандай пайдасы бар? Сол жайында толық айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен лавр жапырағы туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 25-30 метрге дейін барады. Жапырақтары жұмыртқа формалас, ақшыл сарғыш гүл ашады. Гүл жапырақтарының ұзындығы 5-11 см аралығында болады. Жемісі сүйекті қара қоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйден табылатыны жапырақтары. Енді оның емдік қасиеттеріне тоқталайық. Суық тиіп, қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стакан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып, жылыда ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стакан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтың ірің су аққан кезде ішіне тамызады. 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Тікшек шыққан кезде жылыдай осыдан дәкеге сіңдіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стакан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 қасықтан ішеді. Буын, сал, дірілдеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырасыз. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да, ауырған жерді сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып араластырып, 1 күнде түгел бітіреді. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал лавр жапырағын 1 стакан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық аскөк, яғни укроп қосуға болады. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы тағы да қандай аурулардың алдын алуға көмектеседі. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып, 1 түнге қалдырасыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы да 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішесіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, кардамон қосып ішуіңізге болады. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта.
Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз әбден мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шөйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге таныс шығар. Егер ондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. Ол 15 жапырақты алып, қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Лавр жапырағының емдік қасиетін ерте кезде адамдар білген. Ертеректе лавр жапырағын ағзадан уды шығару үшін қолданған екен. Сонымен бірге ірі және ұсақ паразиттерді жою, яғни дезинфекциялау мақсатында да пайдаланған. Ал бүгінде оны тағамға демдеуіш ретінде қосады. Сондай-ақ теріні жасарту үшін лосьон және маскалар жасауға қолдануға да болады. Лавр жапырағының тұнбасы тері тесіктерін тарылтып, теріні тегістейтін қасиетке ие. Қара нүктелерді, қызыл бөртпелерді де кетіре алады. Үй жағдайында дайындау оңай. Ол үшін 1 стакан қайнаған ыстық суға 100 грамм лавр жапырағын салып, баяу отта 5-6 минут қайнатыңыз. Отты сөндіріп, тұндырып қойыңыз. Тұнба сәл суыған соң мақтаны малып, онымен бет терісін сүрту керек. Тұнбаны сіңіре жаққан дұрыс. Тұнбаны тоңазытқышта сақтап, қолдана беруге болады. Лавр жапырағының тұнбасы тершеңдіктен құтылуға да көмектеседі. Ол үшін 20 дана лавр жапырағын 1 литр суға салып, баяу отта 10-15 минут қайнатыңыз. Сәл суытыңыз. Жылы суға аяқта 15 минут салып отыру керек. 1-2 аптадай осы әдісті үзбей қолдансаңыз, тершеңдік те жоғалады. Сонымен бірге 3 дана лавр жапырағын 200 мл қайнаған суда 1 сағат тұндырып, күніне 3 мезгіл ішіңіз. Бұл да тершеңдікті емдейді. Ескерту: лавр жапырағы тұнбасын жүкті әйелдерге ішуге болмайды, себебі түсік тастау қаупін жоғарылатады. Міне, бүгінгі пайдалы ақпаратым өз мәресіне жетті. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сонымен қатар каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз.